Бай мектеп. Алан аға, сіз ылғи осы дәптерге не жазып отырасыз? Болма? Бұл күнделік. Қойыңызшы, күнделік ондай болмайды. Міне, мынадай болады. Я, ол оқушы күнделігі, онда сабақ кестесі, үй тапсырмасы, алған бағалар жазылады. Мынау да күнделік. Мұнда адам өзі істеген ісіне есеп береді. Алдағы ісін жоспарлайды. Ол не үшін керек? Біріншіден, өзіңді тәрбиелеуге. Екіншіден, уақытты тиімді пайдалануға. Үшіншіден, жазып үйренуге. Сонда қалай? Қара, мен саған түсіндірейін. Күнделікті әркім әртүрлі жазады. Мен мынадай кестеге 3 жаққа бөліп жазғанды ұнатам. 3 жаққа? Шақ, уақыт деген сөз. Адам әрекеті істеген уақытына сәйкес 3 жақта айтылады. Қазірге дейін, қазір және бұдан кейінгі уақыт па? Иә, дұрыс. Оларды өткен шақ, осы шақ, келер шақ деп атайды. Түсіндім. Мына жерде бұған дейін орындалған әрекеттер өткен шақта жазылған. Мектепте сабақта болдым. Ағылшын тілінен қосымша сабаққа қатыстым. Бассейнде жүздім. Мына қатарда дәл қазір не істеп жатқаным осы шақта жазылған. Қазір математикадан есеп шығарып жатырмын. Ал мына бағанда енді не істейтінім, яғни келер шақтағы әрекеттерім жоспарланған. Ертең кешке Викимен қыдырам. 2 күннен кейін Болатпен шахмат ойнайым. Демалыста данаға балықтар жайлайтып берем. Сіз осының бәріне қалай үлгересіз? Мен сабаққа дайындалсам, ойынға, ойнасам, сабаққа дайындалуға уақыт жеткізе алмаймын. Маған етістіктің шақтары көмектесті. Күнделік жазу маған әрі өзіме есеп беруді, әрі уақытымды жоспарлауды үйретті. Осылай істесең, уақытты бәріне жеткізуге болады. Алақай, енді мен де солай істеймін.